Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар. Сіздерге мектептен ұсынылатын, яғни қазіргі елімізде болып жатқан пандемияға байланысты көптеген оқушылар үй жағдайында онлайн режимінде білім алып жатыр. Соған байланысты ата-аналарға кеңес, яғни баланы үй жағдайында ойын арқылы оқыту. Халықтың даналығында ойнай білмеген ойлай да білмейді, ойында озған өмірде де озады деп бекер айтпаса керек. Яғни баланың ойын арқылы оның қабілеті де, яғни сабаққа деген құлшынысы да ойын арқылы жақсы дамиды деп айтып кеткен болатын. Сонымен қатар ойын барысында оқушының ой өрісі дамиды, сөйлеу қабілеті жетіледі, ата-аналармен, достарымен қарым-қатынасы арта түседі. Сабақтың сапасы жақсарады, пәнге деген қызығушылығы артады, логикалық ойлау білуге ұмтылады. Яғни тәртіп сақтау қабілеті, есте сақтау қабілеті ойын арқылы жақсы қалыптасады. Сіздерге яғни бірнеше тапсырмалар ұсынғымыз келеді. Ол тапсырмаларда баламен ойын арқылы жүргізіледі. Мысалға, сөйлеу ойыны. Сөйлеу ойыны ол аталады, яғни не болса сол болады. Бұл жерде бірнеше сөйлем, яғни сөздер беріледі. Ол сөздерді сіз атайсыз. Бұл сөздердің бір-бірімен мүлдем байланысы жоқ. Сіз атағаннан кейін балаңыз ол сөздер арқылы бір-бірімен ертеңіне ойлап табуы қажет. Яғни, мысалға, түлкі ыстық ойнайды үйде тұманмен. Оған балаңыз ертегі құрастыруы мүмкін. Түлкі үйде ыстық бауырсақ жеп ойнап отыр еді, кенеттен ауа райы бұзылып, тұман басып кетті. Сол сияқты бірнеше тапсырмалар, яғни ертегіні құрастыруы қажет. Және келесі тапсырмамыз шет тілдерін оқытып үйрену. Өзіміздің ана тіліміз, яғни қазақ тілі, сонымен қатар қазақ тілімен қатар ағылшын тілі де, орыс тілінде қазіргі таңда өте қажет. Яғни баланың жаңа сөздерді жақсы есте сақтауына. Бұл жерде баланы, мысалға, ала кетсек, вокзал ойынын алайық. Вокзал ойынында кассирша өзіңіз боласыз, яғни балаңыз сізден билет сатып алушы. Балаңыз келіп сізге басқа тілде, яғни диалог құрастыру қажет, яғни я ағылшын тілінде, болмаса орыс тілінде сізден келіп билет сатып алады. Сіз билетке бірнеше сұрақ қоюыңызға болады, яғни қай жаққа қарай барасыз, оны кімге сатып аласыз және қай күнге сатып аласыз. Ол міндетті түрде орыс тілінде, я болмаса басқа тілде болуы қажет. Келесі тағы бір ойын түрі, яғни қуыршақ қойылымдары. Қуыршақ қойылымдары балалар өте жақсы көреді. Өзіңіз байқасаңыздар, ол үйде жалғыз отырса да, достармен отырса да, қуыршақтарды сөйлетіп, ойнап отырады. Яғни олардың көмегімен сіз баланы қол өнерге үйретесіз. Яғни бала қуыршақты өзі жасайды, яғни түрлі түсті қағаз, картондар арқылы, я болмаса үйдегі қазіргі жұмсақ ойыншықтар арқылы ойындар ойнатсаңыз болады. Ойындардың түріне ала кетсек, ол сіз және балаңыз білетін міндетті түрде ертегіні алсаңыз болады. Ол жерде ертегіде міндетті түрде зұлым кейіпкер және мейірімді кейіпкерлер болады. Келесі тапсырма, яғни пантомима ойыны. Пантомима ойыны қазіргі жастардың арасында көп таралған ойынның бірі, яғни крокодил деп те айтып кетеді. Сіз өзіңіз отбасыңызда бірнеше мүшелерді жинап отырасыз. Ол балаларыңыз, достарыңыз, жолдасыңыз, ата-аналарыңыз болуы да мүмкін. Барлықтарыңыз отырасыздар және баланы алып қасыңызға отырғызасыздар. Баланың құлағына ешкім естімейтіндей сөз айтасыз. Бала оны сөзбен айтпауы қажет, оны мимикамен, жестпен, я болмаса басқа қимылдармен сіздерге түсіндіруі, яғни отбасыңызға түсіндіруі керек. Оған кішкене жіпті инеге өткізу. Балаңыз ол саусақтармен және оны қалай өткізеді, ол соны көрсетеді. Түймені тігу, топты лақтырып қағып алу, отын жару, және газы, шарды үрлеу, газетті ашу және сол сияқты. Бала ол сөйлеуге болмайды, оны жест арқылы сізге түсіндіреді. Үй жағдайында өтілетін бірнеше ойын түрлері
көп және балаға міндетті түрде ойынға біраз баланың біліміне ойын арқылы жүргізілетін тапсырмалар ол баланың тек қана ол ойын ойнап кетпейді, яғни білімінде сабақты да берілген тапсырманы да ойынмен араластырып, яғни ойынмен қатар өткізулеріңізді сұраймыз. Назарларыңызға рахмет.